Мұхаммед Алидің қызына айтқан өсиеті. Әйгілі боксшы Мұхаммед Алидің қызы Ханна Алидің әкесіне кітап арнағанын білеміз. Ханна кезекті жазбасында ашық-шашық киініп әкесіне барған кездегі оқиғаны төмендегідей баяндайды. Біз үйге келісімен жүргізуші кісі мені және менің кіші сіңлім Лейланы әкемнің бөлмесіне алып кірді. Әдеттегідей ол есік артына тығылып, бізге тосын сый жасады. Көре салысымен құшақтасып, сүйіп жаттық. Содан кейін әкем маған мұқият қарады. Аз уақыттан кейін тізесіне отырғызып, өмір бойы ұмытпайтындай мына сөздерді айтты. Ханна, Алла тағаланың жаратқан барлық құнды заттары жасырын және қол жетімсіз келеді. Айтшы, бриллиантты қайдан табуға болады? Әбден қорғалған, мықты панасы бар жердің қойнауынан. Ал гаухарды қайдан табуға болады? Тереңде, мұхиттың түбінде, жабылған және қорғалған әдемі қабыршақтың ішінен. Алтынды қайдан табуға болады? Жердің миллиондаған қабаттарымен және тастармен жабылған шахтыдан. Оларға жету үшін ауыр жұмыстар жасауға тура келеді. Осыдан кейін салмақты кейіппен тағы да қарады. Ал сенің тәнің қасиетті. Сен бриллиант пен гаухардан да құнды әрі бағалысың. Және сол секілді жабулы болу керексің деді.